20 желтоқсаннан бастап Мәдениет сарайының фойесінде Казцин компаниясының жаңа жылдық таңертеңгіліктер өтті. Ал 24-нде балалар Мәдениет сарайына әкімнің шыршасына келді. Балаларға әкімнің дәстүрлі шыршасы көп жағымды әсер қалдырды. Мерекелік бағдарлама бай әрі түрлендірілген. Жаңа жылдық мерекеде балалар шыршаны айналып көңілдерін көтерді. Мерекенің басты қонақтарына жас ридерліктерге сахналандырылған ертегі көрінісін даярлаған. Аяз ата Ақшақармен бірге балалар жаңа жылдық сұлудың шамдарын жақты. Жаңа жыл үміттердің, жарқын жоспарлардың және жақсылыққа деген сенімнің кезі. Риддер әкімінің атынан балаларды жаңа жылмен орынбасары Ерболат Ошақбаев құттықтап, қуанышты күндер мен керемет демалыс тіледі. Барлық ридерліктерді шын жүректен осы жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақыт, береке, бірлік тілеймін. Біздің көп ұлтты Риддер қаласында тек қана татулық, амандық, саулық, бақ, береке болсын. Отбасылардың әрқашанда көңілдері мықты болсын, жүректері таза болсын. Тек қана жақсылық, амандық, саулық. Осы жаңа жылымыз құтты болып, жаңа жылда жаңа жетістіктер мен белестерге жете берейік деген тілек білдіргім келеді. Мерекенің қатысушылары жаңа жыл алдындағы көңіл күйге бөленіп, тәтті сыйлықтар алды. Әкімнің шыршасы балалар үшін жаңа жылдық ертегіге мейірім мен сиқырдың мейрамына айналды.